Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге 1 жасар қыз балаға арналған жилетканың қалай тоқу керек екенін көрсететін боламын. Мен 4 түрлі жіптен тоқыдым. Бір ғана цветтен тоқсаңыздар да болады. Ең бастысы жіптеріңіз қалың болу керек. Крючок менде 4-тік. Ең алдымен 66 ілмектен өткізіп аламыз. Содан кейін қосымша тағы да 2 рет ілмектен өткізіп алып, снайки-там тоқитын боламыз. Ең алдымен 10 қатар тоқып аламыз. Содан кейін қосымша тағы да 2 рет ілмектен өткізіп алып, осы ең соңғы 10-шы қатардың үстіне бір кольцоға 2 қатар тоқып, ары қарай тағы да 13 қатар тоқып аламыз. Он үш қатар тоқып болғаннан кейін тағы да 2 рет ілмектен өткізіп, осы ең соңғы бір кольцоға 2 қатар дәл осылай өткіземіз. Енді келесіде 20 қатар тоқып шығатын боламыз. Жиырма қатар тоқып болғаннан кейін тағы да 2 рет ілмектен өткізіп алып, ең соңғы қатарына бір кольцоға 2 қатар тоқимыз. Содан кейін тағы да 13 қатар тоқып аламыз. Он үш қатардан кейін тағы да 2 рет ілмектен өткізіп алып, ең соңғы бір кольцоға 2 қатар тоқып, содан кейін ары қарай тағы да 10 қатар тоқып, бірінші қатарды аяқтаймыз. Келесі бізде екінші қатар 3 рет ілмектен өткізіп алып, ары қарай снайки-там тағы да 10 қатар тоқып аламыз.
Бірінші қатарда бір кольцоға екі қатар тоқып едік қой, тура соның үстіңгі бөлігінде екінші қатарда бір қатар тоқып алып, екі рет ілмектен өткізіп, тура осы жерге тағы да бір қатар тоқып алатын боламыз. Сосын ары қарай тағы да 13 қатар тоқимыз. Он үш қатар тоқып алғаннан кейін тура осы кольцоның үстіне тағы да бір қатар тоқып, екі рет ілмектен өткізіп, тура соның жанына тағы да бір қатар тоқып аламыз. Енді әрі қарай 20 қатар тоқып алатын боламыз. Жиырма қатар тоқып болғаннан кейін тағы да екі рет ілмектен өткізіп алып, тура осы жерге тағы да бір қатар тоқып, ары қарай белгілеп қойған жерімізге дейін тағы да 13 қатар тоқып аламыз. Он үш қатар тоқып алғаннан кейін тағы да екі рет ілмектен өткізіп алып, ары қарай ең соңғы 10 қатарды тоқып, екінші қатарды аяқтаймыз. Неге мен сіздерге екі қатарын тоқып көрсеттім. Дәл осы белгілеп қойған жерімізге бір кольцоға екі қатар тоқи отырып, 9 қатар етіп тоқып шығатын боламыз. Келесі бізде 10 қатар 3 рет ілмектен өткізіп алып, с накидом тоқитын боламыз. Неге осы белгілеп қойған жерімізге дейін тоқып аламыз. Содан кейін 5 рет ілмектен өткізіп аламыз да. Тура осы видеода көрсетілгендей етіп, араға бір қатарды тастап, келесі қатарынан бастап, тағы да крючокқа ілмектен өткізіп алып, екеуін дәл осылай қосып, ары қарай тоқып кететін боламыз.
мінекей артқы бөлігін тоқып алдық. Содан кейін тағы да белгілеп қойған жерімізге дейін тоқып 5 рет ілместен өткізіп аламыз да. Ең соңғы тұрған ортадағы бір қатарды тастап, одан кейінгі қатардан әрі қарай жалғастырып тоқитын боламыз. Бұл бізде жеңі болады, қол шығатын жері. Дәл осылай қалдырып, әрі қарай ең соңғы қатарына дейін тоқып 10-ші қатарды аяқтап аламыз. Мінекей біздің жилеткамыздың үстіңгі бөлігі дәл осылай болып шығып жатыр. Енді әрі қарай астыңғы бөлігінен әрі қарай жалғастыратын боламыз. 2 рет ілместен өткізіп алып, содан кейін бір кольцоға 3 қатар тоқып аламыз. Одан кейін 2 рет ілместен өткізіп аламыз. Араға 2 қатарды тастап, 3-ші қатарға тағы да сынай кетам 3 қатар тоқып аламыз. Бір кольцоға 3 қатар тоқимыз. Содан кейін ары қарай тағы да 2 рет ілместен өткізіп, 2 қатарды тастап, соңына дейін дәл осылай тоқып шығатын боламыз.
Келесі бізде екінші қатар. Тағы да 3 рет ілмектен өткізіп алып, тура осы бірінші қатарда орын қалдырып кеттік қой. Тура соның ортаңғы бөлігінен бір кольцоға 3 қатар тоқып алатын боламыз. Содан кейін 2 рет ілмектен өткізіп алып, әрі қарай тура осы ортаңғы бөлігіне бір кольцоға 3 қатар тоқимыз. Дәл осылай жалғастырып, екінші қатарды да дәл осылай соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Келесі бізде үшінші қатар. Дәл осы екінші қатарда бос қалған орынға дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп бір кольцоға 3 қатар тоқып, содан кейін 2 рет ілмектен өткізіп алып, әрі қарай да дәл осылай жалғастырып, соңына дейін тоқып шығатын боламыз.
Некеме 6 қатарын тоқып көрсеттім. Енді әрі қарай дәл осылай жалғастырып, өздеріңізге керек ұзындыққа дейін тоқып алатын боласыздар. Балаңыздың өлшеміне қарай, қаншалықты ұзындықта керек, сонша етіп тоқып шығатын боламыз. Мінекей, мен өзіме керек ұзындықта тоқып алдым. Енді келесі кезекте біздер жеңін тоқитын боламыз. Үш рет ілмектен өткізіп аламыз да, содан кейін снакетам тоқитын боламыз. Дәл осылай айналдырып, барлығын соңына дейін снакетам дәл осылай тоқып шығатын боламыз. Келесіде екінші қатарын басқа цветпен жалғастыратын болсаңыздар, дәл осылай бірінші қатарды аяқтар кезіне келген кезінде екінші цветке ауыстырып, дәл осылай осы жерге байлап, бірінші тоққан жібімізді осында қалдырып, екінші жібімізбен ары қарай тағы да екі рет ілмектен өткізіп алып, ары қарай снайкетам тоқып, айналдырып, дәл осылай соңына дейін тоқып алатын боламыз.
мінекей дәл осылай әрі қарай жалғастырып өздеріңізге қаншалықты ұзындықта керек жеңі дәл солай екі жағының да жеңін тоқып шығатын боламыз. Екі жағының да жеңін тоқып алғаннан кейін келесі біздер осы алдыңғы бөлігінің барлығын снакетам дәл осылай мойынның алдыңғы бөлігін барлығын айналдырып тоқып шығатын боламыз.
Мінекей біздер алдыңғы бөлігін тоқып алдық. Енді тура осы астыңғы бөлігінен үстіне дейін дәл осылай алдыңғы бөлігінің ұзындығына без накидкам тағы да бір қатар тоқып шығатын боламыз. Мінекей біздің енді ең соңғы жұмысымыз қалды. Алдыңғы бөлігін түйме қойып шықсаңыздар да болады, немесе замокпен тоқып шықсаңыздар да болады. Дәл осылай замокты екілік крючокпен бір қатар без накидкам дәл осылай бірінші тоқып аламыз. Содан кейін тура осы видеода көрсетілгендей етіп екеуін бірге без накидкам тоқып қосып шығатын боламыз. Екі жағында дәл осылай тоқып аламыз. Мінекей осымен біздің жилеткамыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген дүниелерді тоқып көрсететін боламын. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.